Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы жастарды шағын несиелеу бағдарламасының басталғанын хабарлаймын. Шағын несиеге 21 жастан 35 жасқа дейінгі жас кәсіпкерлерге қолдауға бағыт жұмыс істейтін жастар да қатыса алады. Бұған дейін мен сіздерге өз каналымда қайтарымсыз 1.380.000 теңге туралы біршама жақсы видеоларды жариялаған болатынмын. Егер біле білсеңіз, 2022 жылы 21 жастан 35 жас аралығындағы жастар санаты да осы қайтарымсыз ұтып алған болатын. Ал енді 2023 жылы бұл бағдарламаның құрылымы өзгерді дағыны, бұл жерден 21 жастан 35 жасқа дейінгі жастар санатын алып тастады. Оның бірден-бір себебі міне жастарды аграрлық несие арқылы 2,5% несиелендіру болып табылады. Менің каналымда қайтарымсыз грант туралы біршама жақсы видеолар бар. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Мен сіздерге алдағы уақытта жақсы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Сондай-ақ жоғары жақта мынау жерде менің әлеуметтік желілерім көрсетілген, WhatsApp, Instagram, Telegram каналдарым көрсетілген. Міндетті түрде кіріп тіркеліп алсаңыздар болады. Ендеше біз бүгінгі аграрлық несие туралыға кеңінен тоқталайық. Оны несиелеудің шарттары қандай, оған қалай қатысуға болады, бизнес жоспары қандай өзекті сұрақтар бар осы жерде деген сияқты толық әрі нақты мен сіздерге бүгін осы видео жазбамда түсіндіретін боламын. Ендеше видеоны көруге дайын болсаңыздар, міндетті басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен аграрлық несие акционерлік қоғамы жастарды шағын несиелеу бағдарламасын қатысуға шақырады. Жастарды несиелеу бағдарламасы Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылға арналған ұлттық жоба шеңберінде жүзеге асады. Аграрлық несие корпорациясы жастарды шағын несие беру бағдарламасы шеңберінде сенім білдірген өкіл ретінде, агент ретінде құжаттарды қабылдайды, бизнес жобаларды бағалайды және кепіл туралы келісімдерді дайындайды. Несие сомасын қарыз алушыға, берушіге несиенің нысанды пайдалану іске асуына қарыз алушы мен есеп айырысу жүзеге асырады. Қарыз алушыдан төлем қабылдап, мерзім өткен берешегінің жұмыс және уәкілетті органдар есеп беру әрекеттеріне жауапты. Яғни барлық жұмыстардың барлығы өзіңіздің тұрғылықты жеріңіз бойынша аграрлық несие корпорацияларының қатысуымен жүзеге асатын болады. Яғни барлық жұмыстарға жауапты осы аграрлық несие корпорациясы болады. Видеоның соңына қарай аграрлық несиенің мекен-жайларын көрсететін боламын. Сондай-ақ шағын несие 21 жастан 35 жасқа дейінгі жас кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған. Өтініш берген сәттен жастардың жеке кәсіпкер ретінде тіркелген уақыты 5 жылдан аспауы тиіс. Бағдарлама жұмыс істейтін жастарда қатыса алады. Яғни бұл бағдарламаға сіз жұмыс істеп жүрген болсаңыз, мұғалім болыңыз, мемлекеттік қызметкер болыңыз, кез келген бір жұмыс істейтін санатыңыз болса, жұмыс істейді деген осы санаттарға, яғни осы несиелеуге қатыса аласыз. Егер менің қайтарымсыз 1.380.000 теңге туралы видеоларымды көрген болсаңыз, ол бағдарлама грант тек қана жұмыссыз жандарға арналған болатын. Ал мынау бағдарлама 2,5% несиелендіру бағдарламасына жұмыс істейтін жастар да қатыса алады. Несиелеу шарты: несие сомасы 5 миллион теңгеге дейін, сыйақы мөлшерлемесі жылына 2,5%. Несие мерзімі мал шаруашылығын дамытуға 7 жылға дейін, бизнестің басқа санаттары үшін 5 жылға дейін беріледі. Негізгі борыш пен сыйақы өтеу кезінде шағын несие мерзімінің 1/3-іне дейін жеңілдік кезең қарастырылған. Осы жерде кеңінен түсіндіріп өтейін. Яғни несиелеу, егер сіз несиені 5 жылға алған болсаңыз, онда сіз 1,5 жылдан кейін барып қана осы несиені төлеп бастайсыз. Оған дейін сізге жаңағыдай жеңілдік қарастырылған. Егер сіз 7 жылдық мал шаруашылығына арналған несиені алатын болсаңыз, онда сізге 2 жылдан кейін барып қана төлеп бастайсыз. Яғни 2 жылға дейін өзіңіздің алған несиеңіз бойынша техникаңыз аласыз, дақылыңызды аласыз, егуге дайындайсыз, өзіңіз алғашқы табыс тапқанға дейін, яғни сізге жеңілдік қарастырылған 2 жыл көлемінде 7 жылдықтар үшін, ал 5 жылдықтар үшін 1,5 жыл көлемінде жаңағыдай 1,5 жылдан кейін жаңағы несиені төлеп бастайсыз деген сөз. 5 миллион теңгенің
кредитін алатын болсаңыз, міндетті түрде 5 миллион теңгенің кепілін қоюыңыз қажет. Ол кепілге нелер жатады? Соған тоқталайық. Кепіл ретінде жылжымайтын арнайы техника және жылжымайтын мүлік қабылданады. Кепіл мүлкі болмаған жағдайда кепіл беруші ата-анасы, туыстары, тағы басқа сол сияқты достары деген сияқты тартуға болады. Несиеге кепіл қоюға мүлкіңіз жетпей жатқан болса, өзіңіздің достарыңызды, туыстарыңызды, Қазақстанның кез келген азаматын тартуға болады, тек қана оның келісім шартымен ғана. Өтініш беру үшін құжаттарды аграрлық несие корпорациясы филиалының құжаттар қабылдайды. Мекен жайлары мен сіздерге қазір видеоның соңында көрсететін боламын. Енді құжаттар тізіміне тоқталайық. Бірінші, жеке басын куәландыратын құжат, жоба бойынша бизнес жоспар, қызмет көрсететін банктің есепшоты, яғни реквизит, қаржы ұйымының несие болған жағдайда несие берешегінің, оның ішінде мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы анықтама, қатысушының, үміткердің жалақысы немесе өзге де табыс көздерін растайтын құжаттар, жинақтаушы зейнетақы қорындағы үзінді көшірме керек, кепіл мүлік бағалау туралы есеп шот керек, кепіл беруші мен кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар қажет болады. Осы несие осындай мақсаттарға берілмейді, осындай мақсаттарда жұмсауға көзделмейді. Бірінші, кредиттің берешегін өтеуге, бизнес жүргізуге байланысты жеке тұтынушылыққа Қазақстан Республикасының кез келген заңнамасына тыйым салынған террористік кез келген өзге де қызметтермен байланысы бар ойын-сауық бизнесі, сондай-ақ жылжымайтын мүлік, жер учаскесін сатып алу мақсатында жүзеге асырылмайды. Бағалы қағаздарды сатып алу, қару, оның ішінде басқа да тыйым салынған заттар, есірткі, темекі өнімдерін өндіру, болмаса мотоцикл, моторлы көліктер құралдарын жасап шығару деген сияқтыларға осы несиелеу берілмейді. Шағын несие беру туралы шешімді әкімдік жанынан құрылған комиссия қабылдайды. Оған мәслихат депутаттары, мемлекеттік органдар, атамекен кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлері, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, үміткерлер өздерінің бизнес жобаларын комиссия отырысында таныстырып, комиссия ол бизнестің жобалауын бағалап, өміршеңдігін, неғұрлым болашағы болатындығын бағалайтын болады. Жоба өзекті, дәлелді экономикалық негіздерде әлеуметтік маңызы бар өміршең және нақты іс-қимылдар жоспары болу қажет. Ал енді осы жерде құжаттар тізімімен мен сіздерді жаңа таныстырдым. Осы видеоның жазбасында мен осы тізімді сіздерге қалдыратын боламын. Міндетті түрде көріп танысып алсаңыздар болады. Осы жерде көрсетілген 12 құжатты сіздер көрсетулеріңіз қажет. Және оның қалай орналасуы реті осы құжатта көрсетілген. Одан кейін жиі қойылатын сұрақтарға мен сіздерге тоқталатын боламын. Мысал үшін несиенің жалпы шарттары бойынша сұрақтар, кепіл мүлік беру бойынша сұрақтар, қарыз алушыға қойылатын негізгі талаптар бойынша сұрақтар, қаржыландыру туралы шешім қабылдау бойынша сұрақтар. Осылардың барлығын мен сіздерге видеоның соңында қоятын боламын. Міндетті түрде көріп танысып шықсаңыздар болады. Жастарды несиелеу бағдарламасы бойынша берілетін ең көп сома, несиенің максималды сомасы 5 миллион теңгеге дейін. Жастарды несиелеу бағдарламасы бойынша берілетін несиенің мерзімі, шағын несие мерзімі 5 жылға дейін, ауыл шаруашылығы саласындағыларға 7 жылға дейін. Айналым қаражатын толтыру мақсатында несиенің мерзімі қандай? Айналым қаражатын толтыруға берілген несиенің мерзімі 24 айдан аспайды. Яғни 24 айдан 2 жылға дейін деген сөз ғой. Несиені алу үшін кәсіпкердің жасы нешеде болу керек? Несиеге өтініш берген сәтте жасы 21 мен 35 жас аралығында шағын несиені ала алады. Несие алу кезінде жеке кәсіпкер ретінде тіркелу қажет пе? Иә, тіркелу қажет. Несие алу үшін сенім білдірген өкіл агентке жүгінген кезде жеке кәсіпкер, оның ішінде шаруа қожалығы, фермер қожалық ретінде тіркеудің болуы 5 жылдан аспауы тиіс. Несие борыш мен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдік кезеңдері қарастырылған ба? Иә, бағдарлама несие мерзімінің ұзақтығы 3-тен 1 бөлігіне дейін мерзімді негізгі борыш пен сыйақы өтеу бойынша жеңілдік кезеңі беру көзделген.
Осы бағдарлама бойынша шаруа қожалықтары, фермерлік қожалықтар қаржыландырады ма? Шаруа қожалықтары, фермерлік қожалықтар басшысы мен барлық мүшелері жақсы несие беруге өтініш беру кезінде 21 жастан 35 жасқа дейін болса ғана рұқсат етіледі. Несие бойынша борыш пен сыйақы өтеу тәртібі қандай? Несиені өтеу мерзімі кредиттеу мерзімі ішінде ішінара толық мерзімнен бұрын өтеу, сондай-ақ нақты пайдаланатын кез келген кредиттеу мерзімі ішінде есептелген сыйақыны өтеу мүмкіндігі ай сайын, 90 сайын, жыл сайын, жылда бір рет беру мүмкін. Несие алу үшін құжаттар пакеті қайдан сұрауымыз қажет? Несие алу үшін құжаттар пакеті аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамда филиалдарында ұсыну қажет. Олардың мекен жайлары мен телефондарын мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Жастарды несиелеу үшін кәсіпкерлік негізде оқыту, сертификаттау қажет пе? Жоқ, кәсіпкерлік негізде оқытудың өтетін туралы сертификаттың болуы міндетті емес. Жұмыс істейтін жастарға осы кредит беріледі ме? Бағдарлама жұмыс істейтін жастармен несие беру үшін шектеулер қарастырылмаған. Моноқалалар, облыс орталықтары немесе республикалық маңызы бар қалаларда тұратын жастар шағын несие беріледі ме? Бағдарлама ауыл кәсіпкерлеріне де, қала кәсіпкерлеріне де несие беруді көздейді. Егер бұрын 6% жеңілдікті несие алған болса, немесе қазіргі уақытта осы жеңілдікті несие бойынша міндеттемелер болса, жастарға микрокредиттеу беру бағдарламасы бойынша несие алуға болады ма? Бағдарлама шектеулер қарастырмайды. Бұл ретте кредит барлық міндеттемелерді орындау үшін, оның ішінде бұрын алған кредит бойынша жастардың кіріс жеткілікті болған жағдайда ғана берілуі мүмкін. Айналым қаражатын толықтыруға, мысалы күнге тауар сатып алуға несие алуға болады ма? Жоқ, бағдарлама шарты бойынша айналым қаражатын толықтыруға 100% рұқсат етілмейді. Айналым қаражатын толықтыруға несиенің бір бөлігі ғана бағытталуы мүмкін. Кредит алу үшін қандай құжаттар ұсыну қажет? Микрокредит алуға арналған құжаттар тізімін мен сіздерге осы жерде көрсетемін. Ал енді келесі айдарда жиі қойылатын сұрақтарда біз кепіл мүлкінің болу бойынша сұрақтарға кепіл мүлкін беруге қатысты мәселелер, несиелеу кепіл ретінде ұсынуға болады. Кепіл ретінде мынандай мүлк қабылданады. Қазақстан Республикасының маңызы бар, облыстық маңызы бар қалаларда, ауыл орталықтарында, аудан орталықтарында, облыс және ауылдық қалаларда және өзге де елді мекендерде орналасқан жылжымайтын мүлік, яғни өзіңіздің үйіңізді, жеріңізді қоюыңызға болады. Жеке меншік құқығындағы бастапқы ұзақ мерзімді өтеулі жер учаскелерін қоюға болады. Жылжымайтын суармалы жерлерді қоюға болады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерді қоюға болады. Сондай-ақ арнайы техникаларды қоюға болады. Несие қаражаты есебінен сатып алынған мүлікті кепіл ретінде қоюға болады ма? Жоқ, рұқсат етілмейді. Кепіл ретінде несие сомасының 100% жабатын кепіл мүлікпен қамтамасыз етуіңіз қажет. Яғни сіз 5 миллион теңгенің кредитін алатын болсаңыз, 5 миллион теңгелік залог қоясыз. 7 миллион теңгелік кредит аласыз ба? 7 миллион теңгенің залогын қоясыз. Осы жерде осы заңнамалық акт құжаттың шикі тұсы бар. Ауыл жастарында ондай залогқа қоятын дүние қайдан болсын? Мынау мысал үшін бір кем тұсы осы бағдарламаның мүлікті қою туралы. Кепіл мүлкін басқа елді мекендерде болуы мүмкін бе? Кепіл ретінде қабылданатын мүлк Қазақстан Республикасының кез келген өңірінде болуы мүмкін. Несие бойынша кепіл беруші ретінде кім бола алады? Қарыз алушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде өз мүлкін беретін кез келген заңды тұлға кепіл беруші болып есептеледі. Кепіл ретінде жеңіл автокөлік қоюға болады ма? Жоқ, жылжымайтын мүлік ретінде тек арнайы техникалар қоюға болады. Яғни сіз жеңіл автокөлігіңізді жаңағы осы шарттарға байланысты қоя алмайсыз. Ал енді мен жоғарыда айтып өткендей, бүгін сіздерге аграрлық несиенің адрестерін көрсететін боламын. Сонымен бірінші орында бізде Абай облысының филиалы көрсетілген, міндетті түрде телефон номері, электронды почта және жауапты адамның аты жөні көрсетілген, сондай-ақ адресі толық көрсетілген. Мен видеоны көрсетіп отырамын, сіздер видеоны тоқтатып скриншот жасап алсаңыздар болады. Сонымен филиалдар Абай облысы бойынша, Ақмола облысы бойынша, Ақтөбе облысы бойынша, Алматы қаласы бойынша, Жетісу облысы бойынша,
Астана қаласы бойынша, Атырау облысы бойынша, Шығыс Қазақстан облысы бойынша, Жамбыл облысы бойынша, Батыс Қазақстан облысы бойынша, Қарағанды облысы бойынша, Қостанай облысы бойынша, Қызылорда облысы бойынша, Маңғыстау облысы бойынша, Павлодар облысы бойынша, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша, Түркістан облысы бойынша, Ұлытау облысы бойынша және Шымкент қаласы бойынша филиалдардың адрестерін көрсетіп шықтым. Өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша адресті скриншот жасап, толыққанды ақпарат алу үшін аграрлық несие корпорациясына барып, өзіңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал енді мен сіздерге бизнес жоспардың үлгісін көрсетейін. Алдағы уақытта осы бизнес жоспарды біз қалай жазуға болатындығын көрсететін боламын. Егер осы видео 1000 қаралым жинап, 1000 лайк жинайтын болса, мен міндетті түрде бизнес жоспарды қалай жазуға болатындығын үлгісін көрсететін боламын. Бизнес жоспар үлгісінде қарыз алушы туралы жалпы мәлімет көрсетуіңіз қажет болады. Кредитті қаржыландыратын мақсатты пайдалану, одан кейін сұратылатын қарыз сомасы теңгеде көрсетілуіңіз қажет. Сұратылған қарыз мерзімі, сыйақы мөлшерлемесі, қарапайым пайыз және негізгі сомасын өтеу әдістері, кейін жеңілдікті кезең, міндеттемелер бойынша ақпарат көрсетуіңіз қажет. Одан кейін өнімді сату, нарық және маркетинг стратегиясы, кепілдікті қамтамасыз ету, мүліктің болуы, қаржылық жоспар, бизнес жоспар бойынша және бастамашының аты жөнін көрсетуіңіз қажет. Ал енді құрметті достар, бүгінгі видео мен сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Іскер азамат YouTube каналына міндетті түрде тіркеліп, алдағы уақытта бизнес жоспарды қалай жазуға болатындығын көрсеңіздер болады. Осымен бүгінгі жастарды несиелеу, 2,5% несиелеу бойынша видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.